Жоқ, сол жеп тұрдық қой. 20 жыл тұрдық. Никошта, Мұстафа бар. Әлішер 4-ші класста келді ол жерге. 2004-те келді. 3-ші класста. Ассалаумағалейкум, сіздермен Әлішер Кегенбай және АКО командасы, халық командасы. Бүгін бізде ерекше күн, өте продуктивный күн болады, себебі қазір міне біз Сетёпа 500 дүкеніміздің ашылуына командамызбен келдік. Жігіттер бүгін алғашқы өздерінің былайша айтқан кезде рекламаларын түсіреді, сауда-саттық жасайды. Артынан біз Кизға фарм-встречаға барамыз, одан шығып кешке бізде еще ЦСКАда матч болады. В общем, бүгін өте қызықты күн болады. Ендеше жігіттерге қазір сәт деп жігіттермен бірге магазинға кіріп, соның ішінде алғашқы рекламаны түсіреміз. Дайынсыздар жігіттер? Аса қатқор ерекшелеріне бір алған атымен бастаймыз. Аллаға шүкір осыларына керемет дүкеніміз ашылды. Иншаллах, осы дүкеніміз берекелі болсын, қайырлы болсын. Ошаққа келген баршаларыңызға облыс деңгейі саудаластарыңызға жылы 15 мың тұрақты футболка тегін беріледі. Сонымен қатар жұмсаға ваучер беріледі. Одан бөлек бұл жақта бүкіл товардың бағасы 500 теңге, сол себепті мынау 500 теңге ма, мынау 500 теңге ма деп сұрау жоғынан жарай ма? Ал болса балақ. Бәрі 500 теңге, сол себептен жігіттермен толды закупқа сейіліп, қазір фан-встречаға барып, сол жақтағы келген Киздағы біздің жанкүйерлерге біз осы сыйлықтарды сыйлайтын боламыз. Дәл осылайдан закуп жасайтын болсаңыздар, осылайдан болатын болсаңыздар, отбасының үлкен Сетёпа 500 дүкеніне келіңіздер. Ал біз фан-встречаға аттандық!
Ассалаумалейкум ағайындар. Бүгін біз Акаон командасының фан встречасына келген жайымыз бар ағайындар. Кизға. Мына жақта өте сондай қызық жағдай болып жатыр. Төрт машина жиналып келдік біз мына жаққа. Бізде бағанағы Алиштің машинасы бірінші кетіп бара жатыр, қалғанның барлығы артта келеді. Мына жақта жиналғандардың барлығы бірінші машинаға жабысып жатыр, артындағы 3 машина пустой кетіп бара жатыр. Типа сондай емес қазір. Не 3 адам жабысып қалған. Ну ничего, бұйырса біздің де көлікке жабысады деген ойдамыз болашақта. Пока что осылай өз-өзімізді утешать етіп жатырмыз. Көп набивать еткенге бізден сондай доп сияқты сыйлықтар бар. Жарайды ғой? Жеке кезек. Нормально. Сосын Акаонның ішінде подписки бөлімі бар. Жігіттер, қараңдар. Приз керек болса, сыйлық керек болса, Акаонның ішінде подписанный игроктары тұр. Солардың бәріне подписаться етіңдер. Жарай ма? Бәріне подписаться етіңдер. Акаонға Так, сол кезде біздің белестеріміз алда. Жігіттерге тек қана сәттілік тілеймін. Иншалла алдағы жарыстардан барлығында жеңіске жетіп. Сол болмайды ғой саған. Алюге қайтып шығады. Сол бар.
Қазір бәріміз пенальти тебесін жаңағы қатты ауыр болып кеткен. Былай жасайық. Кросбар челлендж жасаймыз. Перекладинаға тигізу керек болады. Бәріміз осы жерде бүзеге тұрамыз. Кім тебеді, гол салса, перекладинаға тигізсе, сол жаққа кетеді. Ол жақтан бір-бірден шақырайық оны. Жоқ, бір линия тұрасыз. Бәріміз бірге бір линия тұрасыз. Или бетитта кімнің астына тұрайық? Көлеңкелердің астына тұрайық. адамның ішінен осы 10 адам бізде финалға шығып отыр. Екінші попыткадан кім тигізеді, соған доп сыйлыққа береміз. Жарай ма? Сразу просто тигізесіздер, соған доп сыйлаймыз. Хорошо? Давай, давай. Ал бізде кроссбар челленджда осы 3 жігіт жеңіске жетті. Есіміңіз? Қайрат? Алихан. Алихан дейсіз бе? Сіз ше? Асылхан, сіз ше? Бекнұрға, молодец, үшеуіңізге міне кроссбар челленджда. Бір фотоға түсіріңіздер ке, үшеуіңізге. Бұндай жарыстарға қатысу Сыйлықты алу үшін біздің Акаон командасына TikTok'тан, Instagram'нан тіркеліп, именно Акаон командасы подписанный бүкіл біздің игроктарымыз бар ғой. Жүрген жігіттердің бәрі де тіркеліңіздер, жарай ма? Келесіздер, тіркелгендеріңіз көрсетесіздер, біз сіздерге сыйлық береміз. Түсінікті ғой? Ойыншыларға да тіркеліңіздер. Қазір сіздерге подписка тексереміз, иә? Содан кейін сіздерге бізде алып келген сыйлықтарымызды береміз. Жарайды ғой? Так, онда 5 адам мына жақтан бастайды, 5 адам ар жақтан бастайды. 5-ке бөлінеміз, сөйтіп тексереміз да бәріне сыйлық береміз. Хорошо? Все, давай кетеміз. Салта, маған көрсетсіз.
Встреча ұнады ма? Келесі қай қалаға, қай ауылға барамыз? Давайте комментарийға жазыңыздар. Ровно бір аптадан кейін біз тоқтатамыз лайкты. Қай жерде лайк көп болады, сол жерге біз фан-встречаға Акаон командасымен барамыз. Себебі біз халықтың командасы. Акаон! Рахмет!